Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен дәрігер боламын. Бүгінгі сабақта жаңа сөздерді меңгереміз. Дәрігердің жұмысымен, оның құралдарымен танысамыз. Сегодня на уроке вы ознакомитесь с новыми словами, узнаете о профессии врача. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: қабылдау, прием, емдейді, лечит, науқас, больной, ісіп кету, опухать, тамақты шайқау, полоскать горло, ауырады, болит, құлағым, ухо, шулайды, шумит, басым айналады, голова кружится, жөтелу, кашлять. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Запишите новые слова в словарь. Бұл кім? Бұл дәрігер. Дәрігер не істейді, балалар? Дәрігер емдейді. Адамдардың өмірін құтқарады, спасает жизнь людей. Сен болашақта кім боласың? Кем ты станешь? Мен болашақта дәрігер боламын. Я в будущем буду врачом. Дәрігер боламын, буду врачом. Өлеңді оқы. Дәрігер мамандығының өз ішінде қалай бөлінетінін анықта. Прочитай стихотворение и узнаешь, на какие специальности делится профессия врача. Әжеме тіс саламын, көзейнек оған тағамын. Ауырып тұрса құлағы, өзім емдеп жазамын. Мен дәрігер боламын. Балалар, бұл өлеңде дәрігер мамандығының қай туралы айтылған, қалай ойлайсыңдар? Как вы думаете, о каких специалистах говорится в стихотворении? Тыңдаңдар. Әжеме тіс саламын, көзейнек оған тағамын. Ауырып тұрса құлағы, өзім емдеп жазамын. Мен дәрігер боламын. Балалар, тіс дәрігері, стоматолог, тіс дәрігері, окулист, көз дәрігері, отоларинголог, құлақ, тамақ дәрігері. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Сен білесің бе? Стетоскоп, отоскоп, тонометр, термометр. Балалар, сендер білесіңдер ме, бұл не? Бұл дәрігердің құралдары. Это инструменты врача. Жақсы балалар, тыңдалым. Диалогты тыңда, түсініп оқы. Дәрігер терапевттің қабылдауында. На приеме у врача-терапевта. Сәлеметсіз бе, дәрігер? Айжан, келе ғой, қай жерің ауырады? Да, Айжан, подойди. Что у тебя болит? Менің басым, тамағым ауырады. Мұрным бітеді. У меня болит голова, горло, нос заложен. Суық тиген болар, кәне қарайын. Наверное, простудилась. Давай осмотрю. Алдымен қызуыңды өлшейін. Сначала измерю температуру. Қорқпа, бұл қызу өлшегіш құрал. Не бойся, это термометр. Енді аузыңды аш, открой рот. Тамағыңды шайғу керек. Надо полоскать горло. Көз дәрігер қабылдауында. На приеме у врача глаз. Дәрігер, тақтадағы жазуды дұрыс көрмеймін. Врач, я не вижу, что написано на доске. Кел, Дания, мына әріптерді атап бер. Подойди, Дания, назови мне эти буквы. Мынау қандай әріп? А, С, Т, И. Енді оң көзіңді жап. Закрой теперь правый глаз. Тағы да ма? Еще? Құлақ, тамақ дәрігері қабылдауында. На приеме у врача ухо, горло.
Дәрігер, қатты айтыңызшы. Врач, говорите погромче. Қашаннан ауырып жүр құлағың? Сколько уже болит ухо? Сіз сөйлегенде құлағым шулайды. Когда вы говорите, у меня в ушах шум. Қатты салқын тиген деп ойлаймын. Я думаю, что ты сильно простудился. Кәне, ішіңді де қарайын. Давай я тебя смотрю. Қорқпа, бұл құлақ тексеретін отоскоп деген құрал. Не бойся, это инструмент отоскоп, который проверяет ухо. Жақсы балалар. Айтылым. Диалог бойынша сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы по диалогу. Бұл кімдердің арасында диалог? Это диалог между кем? Екінші сұрақ. Айжан, қай дәрігердің қабылдауында? Айжан, у какого врача на приеме? Дания, қай дәрігердің қабылдауында? У какого врача на приеме Дания? Нұрым, қай дәрігердің қабылдауында? У кого на приеме Нұрым? Бұл тапсырманы маған аудиожазбамен жібересіздер. Қай дәрігерге барасың? Балалар, мына жерде берілген сөйлемдерді суреттермен сәйкестендіріп көрейік. Нам нужно соотнести предложение с картинками. Басым ауырса, мен қайда барамын? Қай дәрігерге барамын? Если болит голова, к какому врачу я иду? Көзім нашар көрсе, кімге барамын? Тісім ауырса, кімге барамын? Құлағым ауырса, кімге барамын? Ойланып көрейік. Ал енді тексереміз. Басым ауырса, мен дәрігерге барамын. Көзім нашар көрсе, мен көз дәрігеріне барамын. Немесе окулистке барамын. Тісім ауырса, тіс дәрігеріне барамын. Немесе стоматологқа барамын. Құлағым ауырса, кімге барамыз? Құлақ, тамақ дәрігеріне барамыз. Оторинолόγқа барамыз. Иә, балалар? Жақсы, балалар. Жазылым. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Сабақтың тақырыбы «Мен дәрігер боламын». 6-шы тапсырма, 44-ші бет. Сөйлемді аяқтап жаз. Вам нужно дополнить предложение и написать. Мен ауырсам, дәрігерді үйге шақырамын. Если я заболею, вызываю врача на дом. Ол мені емдейді. Он меня лечит. Мысалы, менің басым ауырса, например, если у меня болит голова, балалар, мына сөйлемді аяқтап көшіріп жазасыңдар. Вам нужно дополнить это предложение и переписать упражнение. Кері байланыс. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.